Көріп тұр. Науқас 12 жаста травматология бөліміне ортан жілік басының асептикалық некроздануына байланысты жатқызылған. И показательдер берілген. Енді қарастырамыз показательдерді. П атмосфера ауа дейді. 759. Сен маған төмендеген жоғарылағын айтып отырыңыздар, иә? Норма болып тұр бұл жерде. Атмосфера. Норма, да? Қазір. Сыртқы орта нормальный атмосфера ауа, норма. ПО2 атмосфера ауа қалыпты, иә? Норма. ПАО2 Норма. Норма. САО2 тоже норма, да? Норма. Норма. ПАЦО2 норма. Норма. ПВО2 Ол жерде веналық гипоксия. Төмендеп отыр. төмендеген, иә? Қаншаға төмендеген? Так. СВО2 ше, СВО2. Негізі 62 76 болу керек қой. 48 болып тұр. 48 болған, иә? ПВО2 төмендеген, СВО2 төмендеген, иә? АВ айырмашылық бойынша төмендеген. Ал кейін гемоглобин тоже төмендеген, понятно ол. Гемоглобин А пайда болған, гемоглобин С пайда болған. Бұл гемоглобин қалыптыда адамда болмайды. Гемоглобиннің сапасызданған түрі пайда болған. И гемоглобин төмендеген. И қос жоғарылаған ба? Төмендеу керек, иә? Қос төмендеген, гемоглобин төмендеген, АС пайда болған. Уже есептерде айқын гемдік гипоксия екені көрініп тұр. Ал СВО2, ПВО2 төмендеген деген сөз, негізі ол қашан төмендейді? Тыныстық гипоксия кезінде төмендейді. Бірақ тыныстық гипоксия кезінде, одан бөлек ол циркуляциялық гипоксия кезінде төмендейді. Циркуляциялық гипоксия кезінде, бірақ АВО2 ол жоғарылайды циркуляциялық кезінде. Сіздерде ол төмендеген, значит, циркуляциялық гипоксияны исключаем. Тіндік гипоксия кезінде СВО2 мен ПВО2 жоғарылап кетеді. Онда тоже, егер бізде ол керісінше төмендеп кеткен. Тіндік гипоксияны тоже исключаем. Бізде тыныстық гипоксия қалды. Тыныстық гипоксия ол эндогендік гипоксия деген сөз, иә? Эндогендік гипоксия. Ал бізде есеп экзогендік тоже нормально, сыртқы орта. Бірақ ПАЦО2 сіздерде жоғарылаған ба? Нормада. Нормада. Ал тыныстық гипоксия кезінде ПАЦО2 жоғарылайды. Түсіндіңіздер ғой, да? Бұл жерде тек қана гемдік қой, иә? Бұл жерде тек қана гемдік гипоксия деген сөз. Түсіндіңіздер, осылай методом исключения анықтауларыңызға болады. Ал егер, мысалы, бағанағыдай гемнің показательдары берілген, мысалы, гемоглобин төмендеген, и мына жерде де уже показательдар қарама-қайшылық болып тұр, иә? Мысалы, циркуляциялық тыныстық гипоксияға келіп тұр. Вот уже егер келген жағдайда сізде гемдік та циркуляциялық та келіп тұрған кезде, сіз уже бірден уже есебіңізді аралас гипоксия деп жазуыңызға болады. Түсіндіңіздер ғой, да? Түсінікті. Иә. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінбеген есептеріңіз болса жіберулеріңізге болады, бірге талқылайық. Бар ма есептеріңіз? Жоқ. Менде егер есептер болса, сіздермен бірге тағы зумға қосылып, есеп талдауымызға болады, немесе WhatsApp-та, группада. Жарай ма? Егер сұрақтар туындап жатса, сұрай беріңіздер. Әзірге гипоксия бойынша есеп осы. Қазір 20 минут үзіліс болады. Одан кейін қышқыл сілтілік баланс бойынша бүгін тек қана теориясы түсіндіріледі. Ол қышқыл сілтілік баланс деген не, оның қандай түрлері бар, ол не үшін бұзылады деген сынды. Хорошо? Әзірше үзіліс 20 минут. 19:55-те бастаймыз. 8-де бастаймыз.